мындай болады деп айтып әрине қиын, бірақ та осы жерге келіп мен осы жерде қызмет істей бастағалы 3-4 жылдың ішінде қаншама адам денсаулығын түзеді. Қаншама жолы болмай қиналып жүрген адамдар жолдарын тапты. Қаншама бала көтере алмайтын жүрген жас келіншектер келіп балалы болып, семьялар арғатай ұрым-бұтақтары жалғасты. Айтсаң, енді қолмен көрмегеннен кейін ертегі сияқты көрінеді. Мысалы, былтыр мына Семей өңірінен келді, больницадан шығарып тасталған онкологиямен ауырған адам сол аян алып келді, 3 рет келді, 3-ші реттен кейін қайтып келген жоқ, осы жазылып кетті. Ондағы біз енді бұл жерде ем ешқандай жасатылмайды. Бәрі тек қана Аллаға сыйынады, аруақтан көмек сұрайды. Бұл кісінің басында 5 бірдей бұлағы бар. Осы бұлағынан суын ішеді, құйынады, бар жүретін міне ритуал бүткіл ем міне осы гәне. Басқасының бәрі тек қана бір Алланың қолындағы дүние. Мына жолдары болмай қиналып жүрген адамдар болады. Істері сотқа түсейін деп жатқан адамдар болады. Үйсіз жүрген адамдар болады. Жұмыс құрылсамай жүрген адамдар болады. Олардың бәрін айтатынымыз бір-ақ сөз. Ең бірінші Алладан кешірім сұраңдар. Алладан тілеңдер. Рухани тазарыңдар. Суынан барып ішіңдер, құйныңдар деп біз айтамыз. Міне осы істердің арқасында кейін қарасаң бәрі мәз болып, бәрі деп мен қателесіп айтып тұрған жоқпын. Шын мәнінде енді сол 100%-ке жақын кейін келіп қуанып, қуаныштарын бөлісіп жатады. Осының бәрі енді мен енді аруақтың күші деп айтуға менің аузым бармайды, бәрі Алланың қолындағы дүние. Бірақ міне осы өңірде осы болып жатады. Бұл жердің энергетикасы бөлек, өте бөлек. Бұл жердің ауа райы, ауасы дем алған адамның іші жан дүниесі ашылып, бір керемет жағдайға түсесің. Міне анау жанымызда ағып жатқан Алматы өзені, үлкен Алматы өзені содан бері өткеннен кейін бұл жерде ауа райының бәрі өзгереді. Анау 4 бұлақ ағып, осы бірінші бұлаққа дейін сонда 5 бұлақ. Осы жердегі ағып жатқан осы өзеннің өзінде Алла деген жазу тұрады. Қысты күні келсеңіздер, ол көрініп тұрады, мына арабша білетін адамдар. Бұл өте бір сирек кездесетін құбылыс. Біздің енді Қазақстанның жері қасиетті ғой, барлық бұрышында бар. Бірақ енді осындай мына бір сирек, бір керемет осы Әлмерек бабамыздың басында осындай.